Саламатсыздар ма оқушылар? Отыра қойыңыздар. Бүгінгі сабаққа дайынбыз ба? Аха, рахмет. Баршаңызға да сәттілік тілеймін. Балалар, біздер өткен сабағымызда статистика элементтері деген тараумен танысқан болатынбыз да. Алғашқы тақырыбымыз қандай болып еді? Аха, вариациялық қатар деген тақырыппен танысқан болатын. Бүгінгі сабағымызда балалар біздер абсолютті және салыстырмалы жиіліктер кестесі деген жаңа сабақпен танысамыз. Бүгінгі сабағымыздың барлығымыз бірге мақсатын әдеттегідей айқындап алайық, айқындап көрейік. Бүгінгі жаңа сабағымыздың мақсаты қандай болуы мүмкін балалар? Бірге айқындайықшы. Абсолютті және салыстырмалы жиіліктерді табу және дұрыс-ақ. Абсолютті және салыстырмалы жиіліктерді тауып үйренеміз және оны кесте түрінде көрсетіп үйренеміз. Жақсы, рахмет. Енді балалар, бүгінгі сабағымыздың бағалау критерийі, яғни сіздер қолдану деңгейінде салыстырмалы және абсолютті қателіктерді, яғни тауып үйренесіздер және оны кесте түрінде көрсетесіздер. Ал сыни ойлау жоғары деңгейде осы берілген мәліметтерді сұрыптап үйренетін боласыздар. Осы екі деңгейдің, яғни жоғары деңгейінде жинаған балдарыңызды, яғни бағалау критерий алдарыңызда тұр. Яғни 2 мен 5 балл аралығы бұл қанағаттанарлық деңгей, 6 мен 7 балл бұл жақсы деген баға, ал 8 бен 10 балл деген өте жақсы деген бағада. Бұл сіздерге белгілі. Енді жалпы бағалау қалай жүреді бүгінгі сабақта? Алдарыңызда өздеріңіздің әрбір оқушының алдына өздеріңіздің фотоларыңызды дайындап алып келдім. Мозаика, яғни фотомозаика әдісімен жалпы сабақ соңында бағаланатын боласыздар. Әрбір тапсырманың соңында дескриптордың қасында балл бағалау шкаласы көрсетілген. Әрбір тапсырманы орындап болғаннан кейін, сол егерде тапсырмаларыңыз дұрыс болса, әрбір мозаиканың бір бөлігін қағаз бетіне жапсырып отырасыздар. Сабақ соңында осы жерге ілу арқылы жарияламыз. Түсінікті ма бағалау бүгінгі? Рахмет. Жаңа тақырыбымызды бастамас бұрын балалар, сіздердің қызығушылықтарыңызды, белсенділіктеріңізді арттыру мақсатында мынадай стартер деген ойын ойнатқым келіп тұр. Алдарыңызда кестеде әріптер көріп тұрсыздар, иә? Осы әріптерді көлденең, тігінен қосу арқылы осы математикаға байланысты сөздіктер немесе осы статистика элементтеріне қатысты, яғни сөздерді табамыз. Тапсырма түсінікті ма балалар? Жақсы. Ал кірсек, кім қандай сөз тапты? Еркеназ? Нұсқалық дейді. Делназ? Вариациялық дейді. Азамат? Құлаш деген сөз бар дейді. Тамерис? Медиана. Таңдама деген сөз бар дейді. Тұрсақ? Жиын. Қосу деген дейді. Мода дейді. Қатар деген бар дейді. Тамаша балалар, рахмет. Яғни бұлардың барлығы да жаңағы айтқан математикаға қатысты сөздер немесе осы алдыңғы тарауымызға статистика элементтері тарауына да байланысты қатысты сөздер болатын. Тексеріп қарайық. Яғни сіздердің жаңағы айтқан, тапқан сөздеріңізді ішінде айтылмай қалған бар ма? Барлық? Жиілік деген сөз қосымша. Қалған сөздердің барлығын айтқан сияқтысыздар. Рахмет баршаңызға да. Олай болса балалар, жаңа сабағымызды бастайық. Барлығымыз тақтаға назар аударайық. Алдарыңызда мысал берілгенді. Бұл не көріп тұрмыз тақтадан? Ауа райының көрсеткіштері, ауа температурасының көрсеткіштері. Енді бұл балалар, бұл не деп аталатын еді бізде алдында? Дұрыс-ақ, вариациялық қатар деп аталатын еді. Осы вариациялық қатардың әрбір мүшесі қалай аталатын еді? Вариантылар деп аталады. Енді балалар, жаңа сабағымыздың мақсатында айтып кеткендей, бүгінгі сабағымызда біздер осы мысал арқылы абсолюттік, салыстырмалы жиіліктер тауып үйренеміз және сол жиіліктерді, яғни жиілік кестесіне салып үйренеміз. Енді тақтаға балалар кестеміз тұр. Осы кестеге бізге қажетті мәліметтерді енгізейік. Бізге вариантлар қажет болады балалар, иә? Абсолюттік жиілік және салыстырмалы жиілік. Яғни жиіліктер кестесін құрған кезде балалар сонда бізге не қажет болады екен? Варианттылар, абсолюттік жиілік және салыстырмалы жиіліктің кестесін құрып аламыз. Енді балалар, біздер осы мысалға қарап отырып, варианттыларды енгізейік. Яғни варианттылар дегеніміз осы вариациялық қатардың әрбір мүшесі. Яғни қалай оны енгіземіз?
өспеуі немесе кеммеуі. Бұл жағдайда біздер өсу арқылы енгізеді. Ең бізде кіші температура қандай? Минус 12 градус Цельсий. Содан кейін минус 11 градус. Содан кейін минус 10 градус Цельсий. Минус 9 градус Цельсий. Минус 7 градус Цельсий. Минус 6 градус Цельсий. Минус 0 градус Цельсий. Міне балалар, ең бірінші біздер кестедегі вариантымызды толтырдық, иә? Енді әрі қарай біздер не табуымыз керек? Абсолютті жиілікті табуымыз керек. Ол қалай табылады деп ойлайсыздар? Дұрыс-ақ, яғни осы вариациялық қатардағы варианттылардың бірнеше рет қайталануы. Дұрыс-ақ. Жақсы, минус 12 градус Цельсийді неше рет қайталанып тұр? 2 рет қайталанып тұр. 11 градус 1-ге тең абсолюттік жиілігі. 10-ді 2 рет, 1 рет, 2 рет, 6 1 рет, 3 рет, 0 рет, 0 рет. Енді балалар, осы абсолюттік жиіліктен біздер жалпы бақылау санын тауып аламыз. Жалпы бақылау санын табу үшін балалар, осы әрбір вариантларды қосып шығатын болсақ, бізде жалпы бақылау саны шығады. Жалпы бақылау санын анықтайық. 2 қосылған 1 қосылған 2 қосылған 2 қосылған 3. Жалпы сан нешеу? 14. Яғни жалпы бақылау саны 14-ке тең екен. Не үшін бізге қажет жалпы бақылау саны? Қазір салыстырмалы жиілікті тапқан кезде осы бізге жалпы бақылау саны қажет болады. Енді келесі бізде торкөз салыстырмалы жиілікті не істеуіміз керек? Толтыруымыз керек. Енді ол салыстырмалы жиілікті табу үшін әрбір вариациялық қатардағы вариантының, яғни абсолют жиілігін жалпы бақылау санына не істейміз? Бөлеміз, дұрыс-ақ. Бөлеміз. Сонда менде бірінші минус 12 градус Цельсийдің абсолют жиілігі 2 болатын болса, жалпы бақылау саны 14-ті. Енді балалар, осы жерде қысқаратын сандар болса, қысқартып жібереміз. Жуық мәнмен ондық бөлшек түрінде де алуға болады, немесе пайызбен де есептеп осы салыстырмалы жиілікті табуға болады. Яғни сонда нешеден 1 болады? 7-ден 1 болады. Келесі 1 болса, 14-ден 1 болып қала береді. Мынанікі 7-ден 1, 14-ден 1, осылай жалғасып кете береді. 7-ден 1, 14-ден 1, 7-ден 1, 14-ден 3-ті. Жақсы, бұл жағдайда біздер, яғни жай бөлшек түрінде салыстырмалы жиілікті көрсеттік. Ал енді осыны пайызбен көрсету үшін не істейміз, балалар? Дұрыс-ақ, 100%-ға көбейтсек, бізде осы салыстырмалы жиілікті, яғни пайыз түрінде көрсеткен болып есептейміз. Енді жаңа абсолюттік жиіліктің барлық, яғни вариантларын қосқан кезде бізде не шығады дедім? Жалпы бақылау саны шығады. Енді мына салыстырмалы жиілікті барлығын қосып шығатын болсақ, балалар, салыстырмалы жиіліктің қасиеті осы сандардың қосындысының барлығы 1-ге тең. Яғни сонда мына сандардың барлығын қосқан кезде 1-ден аспайтын сан шығады. 1-ге тең сан шығады. Түсінікті ме? Жақсы. Сонымен бүгінгі сабағымыздың мақсаты бойынша біздер абсолюттік және салыстырмалы жиіліктерді тауып үйренеміз дедік, және оны жиілік кестесінде, яғни құрып үйренеміз дедік. Жаңа сабақ түсінікті ме? Жақсы. Олай болса, қазір бүгінгі сабағымыздың өзі, балалар, өздік жұмыс орындаймыз. Әркімге қазір сараланған тапсырмалар беремін. Сол сараланған тапсырмалардың аясында сіздер өздіктерінен жұмыс жасайсыздар. Және сол жұмыстарыңызды тексеру үшін, балалар, мына жарға қарай қойыңыздар. Алдарыңызда, яғни QR кодтарды көріп тұрмыз ба? Осы QR кодтарды сканерлеу арқылы әрбір тапсырманың жауабының, яғни тапсырмаларыңыздың жауабын осы QR код арқылы тексеріп, дұрыс-бұрыстығын анықтап отырасыздар. Түсінікті ме? Сондықтан бүгінгі сабақтарыңызға ұялы телефонда қажет болады да, оны алып келдіңіздер, сіздерге ескертілген болатын алдын ала. Түсінікті ме? Сонымен бүгінгі жаңа сабақ түсінікті болды ма? Бағалау түсінікті болды ма? Мына тапсырманы тексеру түсінікті да? Жақсы, олай болатын болса, қазір сіздерге сараланған тапсырмаларды үйлестіремін. Әр тапсырманың қарай қойыңыздар, әр тапсырмадан кейін
бізде дескриптордың қасында балдар, әрбір дескриптор бойынша бал көрсетілген. Жаңағы айттым ғой, бағалауды жүргізген кезде міне Еркеназдың фотомозаикасын алайын. Міне, яғни 3 бөлікке бөлініп тұрды. Қазір Еркеназға А деңгейінің тапсырмасын беретін болсам, осы тапсырманың әрбіреуін дұрыс орындаған сайын, осы параққа ол өзінің бөлігінің, яғни фотосының бөлігін, бір бөлігін жапсырып отырады. Сабақтың соңында жаңағы кім қаншалықты деңгейде өзінің көрсеткендігін, яғни сабақта қаншалықты деңгейде бағалғандығын көрсететін болады. Түсінікті ме? А деңгейінің тапсырмасы түсінікті болды ма, балалар? Мынау кестесі сол А деңгейінің тапсырмасының. Енді мынау В деңгейінің тапсырмасы. Бұнда да әрбір дескриптордан кейін балдар берілген. Мынау С деңгейінің, яғни міндетті деңгейдің тапсырмасы. Сіздерде керісінше, яғни кесте құрылып тұр, тек қана осы дескриптор бойынша берілген тапсырмаларды орындайсыз. Сіздерде бал бағалау көрсетілген. Олай болса, сараланған тапсырмаларды үйлестіремін. Дәптерімізді ашып, дәптерімізге жазамыз. Тапсырмамен мұқият балалар танысамыз, дәптерімізге түсіреміз міндетті түрде. Содан кейін жаңағы орындап болғаннан кейін тексеру үшін жаңа айтып кеттім, мына жарда тұрған QR кодты сканерлеу арқылы, яғни тапсырманың жауабын, дұрыс бұрыстығын тексеріп шығамыз. Шығарып жатырмыз ба? Түсініп жатырмыз ба? Жақсы, Еркеназ А бөлімін шығарып қойыпсың, иә? Сканерлеп барып тексере ғой тақтадан. Апай дұрыс. Аха, ең ұзақ уақыт қайсы екен? 8 сағат 30 минут. 8 сағат 30 минут. Жақсы, А бөлімінің тапсырмасын орындадың, дұрыс екен. Яғни фотосуретіңнің бір бөлігін жапсыра ғой. Тамаша, балалар. Еркеназ бірінші бөлімін аяқтады. Сіздер? Тамирис? Аха, Гүлнұр, тексере ғой. Сіздің тапсырмаңыз В деңгейі. Міне тұр, тақтада тексере ғой. Оқушылар, бізде уақытымыз аз қалды, сол себептен А деңгейінің бізде С бөліміне кішкене қиналып отырмыз. Уақытымыз аз қалғандықтан тездетіп тақтаға осыны көрсете қояйық. Кім көрсетеді? Келе ғой, Инабат. Келе ғой. Не сұрап тұр сізден? 11 сағат 30 минутта жолға шығатын вагондағы жолаушылардың қанша пайызын 20 мен 50 жас аралығындағы жолаушылар құрайды? Жолаушылар құрайды дейді. Балалар, біздер, яғни 11 сағат 30 минуттағы 20 мен 50-дің арасындағы жолаушылар санын істеп аламыз. Анықтап аламыз, да? Анықтайғы жылдам. 15. Ол нешеге тең екен? 18. 12. 20 мен 50-дің арасындағы жолаушылардың саны 15, 18, 12. Қоса ғой неше бар? 45. Яғни ол осы аралықтағы жолаушылардың саны. Енді балалар, жаңа жалпы 11 сағатта 30 минуттағы жолаушылардың саны нешеге тең болды? Біріншісінде 90-ға тең болды, дұрыс-ақ. Ол 90-ға тең. Жалпы жолаушылар де ғой. Жалпы жолаушылар 90-ға тең. Ол үшін 45-ті 90-ға бөлеміз, бөлшектерінде. 2-ден 1 шығар. Оны пайызға айналдыру үшін 100-ге көбейтеміз. Пайызбен өрнектеу үшін бізге дискрипторде пайызбен өрнектеміздер. 100-ге көбейту арқылы пайызбен өрнектейміз.
Сонда 50%. Сонда балалар, 20 мен 50-дің аралығындағы жолаушылар неше пайызды құрайды екен? 50%. Жауабын жазып кете ғой. Жауабы 50%. Рахмет. Балалар, бұл жерде неден қиналып тұрсыздар сіздер? Мына кішкене берілгеніне мән бермей отырсыздар. Сіздерден тек қана сұрап тұр, 20 мен 50 жас аралығындағы жолаушылардың неше пайызын құрайтын. Сіздер мына жерде барлық 11 сағаттағы 30 минуттағы жолаушылардың санын таптыңыздар да, ары қарай кішкене қиналып қалдыңыздар. Түсінікті ме? Сонда берілген тапсырмаға не істеу керек екен? Мән беріп оқу керек екен да? Жақсы, рахмет, Инабат. Отыра ғой. Сонымен балалар, сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақ бойынша алған, яғни әсерлеріңізді, қандай қиындықтар болды, бүгінгі сабақтың мақсаты орындалды ма? Осыны білу үшін сіздерден рефлексия жасағым келіп тұр. Бірінші, бүгінгі сабағымыздың мақсаты қандай болып еді балалар? Табу, жиіліктер кестесін құрып үйрену. Бүгінгі сабақтың мақсаты орындалды ма? Орындалды да. Оны біздер қалай көз жеткіземіз орындалғанына? Сараланған тапсырмаларды өзік жұмысы арқылы сіздер өздеріңізді көрсеттіңіздер. Жақсы, бүгінгі қателіктеріңіздің себебі қандай болды? Дилназ айта ғой. Яғни мазмұнды есеп, көп мәлімет болғандықтан сіздер мән беріп оқымадыңыздар да? Сол бір қателігіңіз сол десек. Тағы кімде қандай қателіктер болды? Гүлнұр, салыстырмалы жиілік табуда қателік кетті. Салыстырмалы жиілік табуда да? Неден қиналдыңыз? Амалды орындаудан ба, қысқартудан да? Қысқартудан қиналдыңыз. Жақсы, бүгінгі сабақтың қорытындысы бойынша кімді мақтар едіңіздер? Жоғары деңгейде. Мен Инабатты мақтар едім, себебі ол бүгін сабаққа өте белсенді қатысты және барлық есептерді дұрыс шығарды. Дұрыс шығарды да. Жақсы, рахмет бүгінгі рефлексияларыңызға. Енді жаңа алдарыңыздағы бағалау парағындағы өздеріңіздің, яғни бүгінгі тапсырманы орындағаныңыз бойынша фотоларыңызды мына бағалау парағына іле қойыңыздар. Бағалауымызға назар аударайық. Бізде 2 мен 5 балдың аралығында Арнат, Азамат, Рустам, Нұрлхан, яғни бұл оқушыларымызда, яғни жаңа тапсырма барысында қателіктер кеткен еді, сондықтан олардың фотолары толықтай шықпады да. 6 мен 7 бала арасында Мұқтақан мен Гүлнұр алған екен. Яғни бұл оқушыларымызда да жаңа айтып кетті, салыстырмалы қателік табудан біздер қателік жібердік. Сол себептен фотолары толықтай шықпады. Енді бізде 8 мен 10 балдың аралығында 5 оқушымыз орындаған екен толықтай. Яғни бұл оқушыларымыз 5 деген баға. Рахмет. Енді үйге тапсырма ала қойыңыздар. Үйге осы сыныптағы оқушылардың бой өлшемінің жиілік кестесін құрып келеміз. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.